Еркебұлан мен Адилхонның текетіресі ұлттық араздыққа баруына сәл қалды. Октагон жауынгерлері өзбекстандық Адилхон Камолов пен отандасымыз киноактер әрі спортшы Еркебұлан Тоқтар тағы да жанжалдасып қалды. Бұл жолы олар Алматы қаласындағы пресс-конференциядан кейін кездесіп қалған. Еркебұлан әңгіме барысында шыдай алмай Адилхонға бір шапалақ береді. Осылайша жаға жыртысып кеткен спортшыларды күзетшілер ажыратып, екі жаққа қайтарған. Адилхонның айтуынша, Еркебұланнан бөлек күзетшілер де оған дөрекі сөйлеп, қонақжайлықты ұмытқан көрінеді. Ал Еркебұлан Тоқтар болса, қаншама рет намысыма тиді, шыдап жүрдім, бұл жолы шапалағын бердім деді. Октагон лигада төбелескен олар бір-бірін кезекпен жеңіп тең нәтиже көрсеткен еді. Ал енді көпшілік трилогия болуын қалап отыр. Бірі Еркебұланды жақтаса, бірі Адилхонды қолдап жатыр. Көп пікірлер арасында ұлтына тиісіп, бір-бірін балағаттап жатқандар да бар. Менің жеке пікірім достар, бұл жанжал екі спортшының арасында ғана болу керек. Атам қазақ, өзбек өз ағам деп сыйластық танытқанын ұмытпайық. Біздің дініміз бір, тіліміз де, әдет-ғұрыптарымыз да бірдей. Сондықтан өштесу емес, бауырмал болу қажет. Бұйыртса спортшылардың өзара араздасуы темір тордың ішінде шешіледі. Адилхон қыркүйек айында Ташкентте жұдырықтасамыз, қорықпай кел деп отандасымызды шақыруда. Енді Октагон бұл жекпе-жекті уақытында ұйымдастырып, қауіпсіздікке көңіл бөлсе екен дейміз. Достар, бұл текетірес туралы ойларыңыз қандай? Үшінші кездесу болғанын қалар ма едіңіз? Егер болса, кім жеңеді деп ойлайсыз? Төмендегі пікір бөліміне жаза отырыңыздар. Келесі ақпараттарды жіберіп алмас үшін арнамызға жазылып қоюды ұмытпаңыз.